Қайырлы кеш, қазақстандықтар. Бүгін міне 24 маусым. 24 маусым жаңа ғана соттан шықтым. Мені мынау кешкі қыдыруым. Қандай сот деген сұрақ ойларыңызды билеп тұрған шығар. Ол сот Риддер қаласының Аманат партиясының төрайымы Ағажаева Әсем Борисовна деген ханым мені сотқа берді. Себебі мен өзім TikTok желісінде, өзімнің жеке парақшамда партия жөнінде оларға деген бір наразылығымды білдіріп, сол кісінің бейнесін, яғни фотосын салып, оның үстіне ұрыға қой баққызған Риддер деген жазуым бар болатын. Содан ол кісі ақталып жатыр, мен ұры емеспін дейді. Мен пәкпін дейді. Пәк сияқты болып көрінді, арқасынан қанаты шығып тұр екен. Сонымен ол сотта бүгін бірінші тыңдау болды. Тыңдауда осымен достасыңдар деп судья айтты. Достасуға болар еді. Бірақ та жәнегі ол кісі айтты, достасуға мен қарсы емеспін деп. Осымен тынышталайық деп. Мен тыныштауым келмеді. Себебі елімізде болып жатқан көп нәрсенің бәріне көз жұма берсек, біз ел болудан қаламыз. Мен ол соттан қорқып, олардың ығына көніп үйге келгенімде мен үйде тыныштала алмаймын. Сонымен ол ұрыға қой баққызған Риддер деген енді аталы сөз қашаннан бері арам сөз болып есептеледі, білмеймін. Қазақты өздеріңіз білесіздер, тілі бай. Мақал мәтел деген көп. Жәнегі ұрыға қой баққызған, күштінің көтені диірмен иіреді дейді. Сол секілді мақал мәтел көп қой. Қисық қалыптан дүзу кірпіш шықпайды дейді. Мен сол секілді мақал мәтелді тікелей өзіне қабылдап, міне жерде сезікті бірінші секрет деген мақал келіп кететіндей. Әрине, ол жерде маған жазуға болар еді. Сенген қойым сен болсаң деп. Ол мақалда келеді. Сонымен біздің аталы сөзімізге, атадан келе жатқан асыл сөздерімізге мән мағынасын ұқпай, оның тереңдігі қанша тамыр бойлағанын түсінбейтін осы сияқты шалағай қазақтарымыз әйтеуір қаламдары жүйрік, қайта-қайта арыз жазып, сотқа жүгініп шапқылауда. Мен оның орнында айтар едім оларға. Сендер халық сеніп жүрген партияның бірісіңдер. Күнде болмаса да айына бір рет халық үшін қызмет етсеңдер. Bir қадам болсын халыққа жақын болсаңдар, соларға жағдай жасасаңдар деп. Өздеріңіз білесіздер, мына аумалы төкпелі заманда әлемде не болмай жатыр. Сол кезде сол кісілер бізбен бірге жүрсе, бір-бірімізге қолтығымыздан демеу болсақ, жаман болар ма еді? Жоқ, олар қалай істейді? Олар қолыңнан келсе қонышыңнан бастайды. Бұл да мақал, оғанда шамданып жүрмесін. Солай өздері партияның атын жамылып, өздерінің жеке бастарына қамын ойлап, соған жағдай жасауда ғана. Енді мысалы, бүкіл аманат жарылып кетсе де айтайын. Сол жердегі депутаттар, әсіресе сол депутаттардың ішінде бизнесмендер көп. Олар немене? Олар депутаттық мандатын пайдаланады, және партияның атын жамылып, өздеріне қомақты тендерлер, құрылыстар, сондай жағдайлар жасауда. Бұл әңгіме қайдан шықты десе, бұл Дайрабайдың қара сиырынан шықты деп деген тағы бір мақалымыз бар.
Бұл ертегімен жыр болған жәнегі Риддер қаласындағы қазақ мектебінің құрылысынан басталған әңгіме. Со партия аманаты барады, құрылысының басына қарайды, әдемілеп фотоға түседі, содан бәр жерде жариялайды. Аманат партиясы барып қадағалады. Сапасы деген керемет. Уақытында үлгереді, бәрі тамаша, бәрі жақсы дейді. Ол сапасын немен тексеріпті? Сапасын тексерген жоқ, олар фотоға түсіп қана қайтты. Жәнегі бетонның маркаға сәйкес келе ме? Жәнегі құрылысының өзі мүлдем әртүрлі размерлері бар, арматурасы бар, соның бәрі жәнегі проектіге сәйкес келе ме? Оның бірінде қараған жоқ қой. Қараса да не көреді олар, ұқпайды ғой оны, құрылысшы емес. Со секілділерге мен наразы болдым. Өзім о сапасы сын көтермейтінін жақсы білемін. Сонымды айтып, айғайлап жеткізе алмадым ғой осыларға. Енді жәнегі сөздің мағынасын түсіндірейін. Ұруға қой баққызған Риддер. Риддер деген қала. Қаланың атынан жәнегі партконтроль. Партийный бақылау ғой енді, партияның бақылауында. Паспорттың сыртында сондай баннер ілініп тұр. Кім қарайтыны. Енді ол партконтроль тексеріп жүр. Яғни Риддер қаласының атынан атын қорғайтын кісілер солар, представители дейді ғой. Яғни жәнегі аманатың да, жәнегі барған депутатың да барлығы сол Риддер деген сөзге кіреді. Ал ұруға қойбақ қызды деген. Ұру деген не кім? Ұру ол жәнегі мердігер. Неліктен оны ұру деймін? Ұру деп айта аламын. Ол әртүрлі жәнегі материал жағынан үнемдеп, өзіне көбірек пайда түсу үшін үнемдеп жатыр. Ал қой деген не? Қой жәнегі со құрылысқа бөлінген ақша. Сонда қалай болады? Сонда жәнегі біздің бақылаушы комиссия ана ұруларға мүмкіндік берді ұрлауына. Оларды жаты кеп мақтайды. Сен барып, айт. Барып қарады, құрылыс жүріп жатыр екен. Енді сапасы қалай екен білмейміз. Біз о жағынан маман емеспіз. Жоқ, өлердей кеп мақтайды. Өмір бойы құрылыста кел жатқан секілді. Сондықтан осы секілді келеңсіз жағдайлар болып тұрады бізде. Шындық деген ол көп адамның бетіне, көп адамға жақпайды. Не сөз ұқпайды, не ескертуді ұқпайды. Ойлайтын болу керек. Мәнсабымыз бар кезде біз әрқашанда жеңіп шығамыз дейді. Солны егер жеңіп шықса, онда біздің әділетті Қазақстанымыздың дарты көрініп қалады. Жеңсе жеңе берсін, онда тұрған түк жоқ. Олардың алып жатқан аздай. Менен де біраз қаржы сұрап отыр. Содан соттан бар сұрағаным менің. Олар істі жаппайық дедім. Сот болсын дедім. Жеңілсе жеңіліп қалайын. Мен бір рет міне жерде тыныш кетіп қап, одан кейін жылдар бойы тыпыршып үйде жатқанша осы жерден жеңіліп шығайын. Бар сұрағаным өзімнің жақтастарым, жәнегі Қазақстан әр бұрышынан келем деп отырған белсенді азаматтарымыз бар, қолдаймын деп. Солардың қатысуын сұрадым, біраз блогердің, бір-екі журналистің қатысуын сұрадым. Сот қарсы болмаған кейіп танытты, көреміз енді. Тек сұрады, олардың қажеті қанша сізге? Не керек соғыршам адам деп. Сол жерде мен ол кісіге де түсінеме түсінбейме көрейін деген оймен бақа сисе
көлге есептеген. Әйтпесе күштінің көтені диірмен иірет деген сөз бар қазақта деп. Осымен бүгінгі сотымыз аяқталды. Мынау тойдың болғанынан болатыны қызық дегендей өз тез бітіп қалды. Келесі соттың шешімі туралы, барысы туралы хабарлап тұратын боламыз. Сонымен басқа айтар еш нәрсе жоқ. Қызықтың бәрі алда болуы әбден мүмкін.